Қайырлы күн, қадірлі көрермен және әріптестер, Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые зрители и коллеги. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы шомылу маусымындағы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Облысымыздың бас медиа алаңының құрметті спикерлермен таныстырып өтейін. Жамбыл облыстық төтенше жағдайлар департаменті төтенше жағдайлардың алдын алу басқармасы бастығының міндетін уақытша атқарушы азаматтық қорғау майоры Жапаров Дархан Рашидұлы. Мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бас маманы азаматтық қорғау капитаны Нәсіпбай Ербол Сәбитұлы. Құрметті Дархан мырза, алғашқы сөз тізгіні өзіңізде. Мархабат. Сәлематсыздар ма, брифингке қатысушылар, сәлематсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі таңда балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Әсіресе балалардың биіктіктен құлау оқиғаларының алдын алу, балалардың судағы қауіпсіздігі және балалардың отпен ойнауы. Сол өзекті мәселелердің біріне тоқталып өтетін болсақ, балалардың биіктіктен құлау оқиғаларының алдын алу бағытына атқарылып жатқан іс-шаралар туралы. Ағымдағы жылдың басынан кәмелетке толмаған балалардың биіктіктен құлау 7 оқиғасы тіркеліп, онда 2 жастан 17 жас аралығындағы 6 бала жарақат алды. 1 бала қаза болды. Соңғы 3 жылдың жүргізілген талдаулар нәтижесінде балалардың биіктіктен құлау оқиғаларының бірден бір себебі ол көп қабатты тұрғын үйлердің ата-аналарының қараусыз қалған балалардың терезелері мен балкондардан құлау оқиғалары болып табылады. Төтенше жағдайлар департамент тарапынан әлеуметтік желілерде балалардың терезеден құлау оқиғаларының статистикасын көрсете отырып, қайғылы жағдайларға жол бермеу бойынша балалардың қауіпсіздігі туралы ата-аналарға арналған ұсынымдарды орналастыру жұмыстары жүргізілуде. Балалардың терезеден құлау оқиғаларын алдын алу мақсатында Төтенше жағдайлар департаменті, жергілікті полиция қызметі, білім басқармасы мамандары және үкіметтік емес ұйымдар волонтерлармен бірлесе отырып, рейдтік іс-шаралар жүргізуде. Рейдтік іс-шаралар барысында 525-тен астам тұрғын үйлер араланып, онда 15 мыңнан астам жаднамалар таратылды. Сонымен қатар білім беру объектілерінде балалардың қауіпсіздігі тақырыбында 9 мыңнан астам баланы қамти отырып 215 жиын өткізілді. Ақпараттық жаднамалар көп қабатты тұрғын үйлердің кіреберіс есіктерінде ілінуде және әлеуметтік желілерде ақпараттық сипаттағы 118 материал және дәрмен мобильді қосымшасында ата-аналарға арналған ұсынымдар орналастырылған. Облыстық телеарналарда Төтенше жағдайлар департамент қызметкерлерінің сөз сөйлеулері ұйымдастырылып, облыстық және аудандық баспа басылымдарда 60-қа жуық мақала жарық көрді. Өңірлік коммуникациялық орталық базасында балалардың биіктіктен құлау оқиғаларын алдын алуға бағытталған брифингтер және облыстық радиода екі сөз сөйлеу ұйымдастырылды. Бұдан бөлек балалардың терезеден құлау оқиғаларын алдын алу мақсатында жоғары қабат пәтерлерінде тұратын халықтың әлеуметтік осал топтарының, оның ішінде көп балалы отбасылардың тұратын пәтерлердің терезелеріне блокираторларды, яғни терезелердің ашылуына шектеу құрылғысын орнату жұмыстары жүргізу қажеттігі туралы облыс әкімінің орынбасарының атына ұсыныс хат жолданған болатын. Сол жолданған хат шеңберінде ағымдағы жылдың шілде айының соңына дейін 300 дана блокираторларды сатып алу және оларды көп қабатты пәтерлердің терезелеріне орнату жоспарланып отыр. Балалардың терезеден құлау оқиғалары көбінесе ата-аналардың балаларды қараусыз қалдырған уақытта орын алуда. Осыған байланысты қайғылы жағдайларға жол бермеу мақсатында Төтенше жағдайлар департаменті ата-аналардың назарына келесі қауіпсіздік шараларын сақтауды ұсынады. Кішкентай балаларды қараусыз қалдырмауларыңызды, балалар үйде болған кезде терезелерді мүмкіншілігінше жабық ұстауға немесе жоғарыдан желдету режимінде ұстауға, балалардың терезеге шығуын шектеу үшін жиһаздардың барлық түрлерін терезелерден алшақ орналастыруға, терезелерде темір торларды орнатыңыздар. Ол торларыңыздың шыбықтарының арасы 10 сантиметрден аспауы қажет. Балалардың терезені өздігінен аша алмайтындай етіп, терезелерге блокираторларды
немесе тұтқаларын құлттау құрылғасын орнатыңыздар. Егер сізде сақтандыру жабдықтарын орнату мүмкіндігі болмаса, бұраушпен құлақтарды шешіп алып, қажет болған жағдайда ғана қолданыңыздар. Егер терезелеріңіз стандартты ағаш жақтауларынан жасалатын болса, онда арнайы терезеде тұрған шпингалеттердің көмегімен терезелердің төмен жағын және жоғарғы жағын жабыңыздар. Бөлмені желдету үшін жел көзді, яғни форточканы пайдаланыңыздар. Сонымен қатар масалардың торларына сенбеулеріңізді сұраймыз, өйткені олар балалардың құлауынан қорғамайды. Сонымен қатар қазіргі уақытта облыстың су айдындарында адамдардың, әсіресе балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып отыр. Ағымдағы жылдың басынан бері 4 ересек адам суға батып кеткен. Қуанышқа орай балалардың суға бату оқиғасы тіркелген жоқ, алайда шомылуға тыйым салынған жерлерде 2 баланы құтқару іс-шаралары жүргізілген болатын. Салыстырмалы түрде өткен жыл 2023 жылдың кезеңін алатын болсақ, ол кезде бізде 3 адам суға бататын болса, оның ішінде 2 бала, кішкентай бала суға батқан болатын. Қаза тапқандардың басым көпшілігі 19 жастан 45 жас аралығындағы адамдар. Статистика көрсеткендей, судағы оқиғалар көп жағдайда адамның кінәсінен, яғни өзіне деген сенімділіктің, өз күштері мен мүмкіндіктерін аса бағалауынан, судағы жүріс-тұрыс ережелерін елемеуден, оның ішінде тыйым салынған және бейтаныс жерлерде шомылу және мас күйде болуынан орын алып отыр. Осыған байланысты әкімнің қаулысымен бекітілген арнайы су объектілерінің шомылуға рұқсат етілген Жамбыл облысы аумағында 13 орны бар. Оның ішінде бізде Тараз қаласында арнайы шомылу орны 2 орны бар. Жамбыл ауданында 1, Жуалы ауданында 2 орын, Қордай ауданында 2, Сарысу ауданында 1 және Талас ауданында 2 арнайы шомылу орындары қарастырылған болатын. Ол шомылу орындарында бізде арнайы құтқарушылардың құтқару жасағы жабдықталған және қажет жағдайда суға бату оқиғалары орын алып жатса, алғашқы көмек көрсетуге мүмкіндік бар. Департаменттің аппараты мен ауысымнан бос құтқару бөлімшелерінің есебінен күн сайын сағат 13:00-ден кешкі 19:00-ге дейін шомылуға жабдықталған акваторияларда рейдтік іс-шаралар күнделікті жүргізіледі. Шомылу маусымы басталғаннан бері адамдардың суға жаппай демалу орындарында бірлескен рейдтік іс-шаралар өткізу барысында 1000-нан аса құқық бұзушылық анықталған болатын. Оның ішінде әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 364 бабына сәйкес, яғни ортақ су пайдалану қағидаларын бұзу бойынша 480 адамға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. 440 бабы бойынша, яғни алкогольді ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарда мас күйінде болу бойынша 500 адамға және 412 бап бойынша, яғни су айдындарындағы қауіпсіздік ережелерін бұзу немесе орындамау бойынша 50 адамнан астам жауапкершілікке тартылған. Осыған байланысты Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті облыс қонақтары мен тұрғындарына демалыста өздеріне және жақындарына өте мұқият болуды және судағы қауіпсіздіктің қарапайым ережелерін сақтауды сұрайды. Оның ішінде жабдықталған жерлерде шомылмауды, балаларды қараусыз қалдырмауды, мас күйде шомылмауды, техникалық және ескерту белгілері бар қалқандардан аспауды, демалушыларға жарақат әкелуі мүмкін қоқыстарды жағада немесе киім ауыстыратын бөлмелерде қалдырмауларыңызды, сонымен қатар қайықтардан, айлақтардан, сондай-ақ бейімделмеген құрылыстардан суға секірмеулеріңізді сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Баяндамаңызға рахмет. Ербол мырза, жалғастыра кетсеңіз. Құрметті брифингке қатысушылар, Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт қауіпсіздігі мәселесі бойынша жалпы облыстағы барлық 525 мектепте, 461 балабақшаларда, 46 колледжде, білім басқармасына қарасты 10 білім мекемелері, олар
арнаулы мектеп, түзету мектеп интернаттары, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар және 12 қала сыртындағы лагерлерде барлығы 1053 білім нысандарында өртке қарсы дабыл қаққыштары қазіргі таңда орнатылған 100%-ға. Облыстың білім беру мекемелерінде 15450 дана өрт сөндіру құралдары дайындалды. 854 нысан шатырасты құрылымдары өртке қарсы қоспамен өңделді және 2154 дана өрт сөндіру қалқандарымен жабдықталған. Оқушыларды практикалық қауіпсіздік дағдыларына оқыту мақсатында білім беру объектілерінде 54.062 адамды қамти отырып, төтенше жағдайлар туындаған жағдайда оқу орындарының ғимараттарынан қауіпсіз эвакуациялау бойынша 928 түрлі оқу жаттығулар қазіргі таңда өткізілген. Сонымен қатар облыстың 1899 оқу орындарында 107.141 оқушыны қамти отырып, 818 интерактивті сабақ, 16933 оқушыны қамти отырып, ашық сабақтар ұйымдастырылып өткізілген. Жазғы сауықтыру лагерлеріне келетін болсақ, облыс аумағында 12 жазғы сауықтыру лагерлері бар. Қазіргі таңда 7 лагерь жұмыс істеуде. Сол лагерлерде аудандық төтенше жағдайлар бөлім қызметкерлерімен, білім бөлім өкілдерімен бірлесіп, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдарға нұсқама бере отырып, өрт қауіпсіздігі талаптарын сақталуына комиссиялық тексерулер жүргізілді. Тағы да Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті мамандарымен шілде айында 7 лагерлерде шығу арқылы өрт қауіпсіздігі, судағы қауіпсіздік бойынша түсіндірме жұмыстар жүргізілген. Жалпы профилактикалық жұмыстар жүргізу бойынша көрсеткіштер алдыңғы жылға қарағанда 3 есеге ұлғайды. Өндірістік және тұрмыстық өрттердің саны 11.4%-ға төмендеді. Қаза тапқандар және зардап шеккендердің саны 1.8 есеге төмендеп отыр. Өрт кезінде қаза тапқандар саны 2.4 есеге азайды былтырғы жылмен салыстырғанда, және жарақат алған азаматтар саны тең болып тұр. Қазіргі таңда өрт қауіпті кезең болып, қазір кезең жүріп жатыр. Осыған орай Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті жеке құрамымен, жергілікті полиция қызметі және жергілікті атқарушы органдардың күшімен жалпы саны 82 адамнан тұратын 16 бірлескен мобильдік топ құрылды. Олар өрт қауіпті кезең басталғаннан бері 1148 рейдтік іс-шара жүзеге асырды, және де 843 адамға әкімшілік жауапкершілік қарастырылды. Профилактикалық іс-шаралар бойынша бағытта жұмыстар жалғасуда. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Баяндамаңызға рахмет. Құрметті әріптестер, тақырыпқа сай қоя сауалдарыңыз болса, мархабат. Әріптестер. Скажите, проблему выпадения из окон на стадии проектирования нельзя решить? Там то, что вы говорили, эти рамы, там защелки и все такое прочее. Ну, как я ранее... Микрофон прошу взять. Как я ранее говорил, у нас сейчас разрабатывается проект по установке блокираторов. Мы пока хотим сейчас проработать этот вопрос именно социально уязвимым слоем населения. То есть и у кого есть многодетные семьи. Вот, с разрешением акима области мы сейчас хотим приобрести более 300 единиц этих блокираторов и установить в тех семьях, где нет возможности у них установить самостоятельно. Тем самым мы думаем, мы предотвратим падение детей с высоты именно на высоких зданиях. Я имею в виду, это как-то не то чтобы законодательно, но можно сказать законодательно, чтобы когда строители проекты зданий разрабатывают, чтобы это было включено, там, чтобы это же не намного удорожает строительство. Ну да, я вас понял, но, к сожалению, данный вопрос не в нашей компетенции. Вы можете письма написать. Ну да, мы от себя, да, конечно, эти работы ведутся, то есть в отношении этих уже построенных домов мы обходим эти дома, то есть в новостройках,
мы обходим эти дома, да, и даем просто в виде рекомендаций, чтобы желательно застройщики устанавливали окна, чтобы они открывались не враспашку, а хотя бы сверху, то есть не вовсю, чтобы окна открывались. Но опять же, я еще раз повторяюсь, это только в виде рекомендаций. Мы можем... Еще вопрос по спасенным. Двое, вы говорили, двое спасены были. Кто их спас? Спасатели, в смысле, ваши спасатели, честники или спасатели, которые, насколько я знаю, на летнюю практику детей привлекают на водоемы? Ну, в смысле, студентов. Или люди, которые там рядом. Нет, ну тут у нас, да, было 2 случая спасения малолетних детей. Тут в 2 случаях у нас спасли прохожие, увидевшие люди, да. Неравнодушные люди, да. К сожалению, просто в связи с тем, что мы не сможем охватить все акватории, у нас только, как я перечислил, у нас буквально 13 разрешенных мест для купания. Ну, соответственно, там у нас дежурят и стоят круглосуточно наши спасатели, которые в любой момент 24 часа 7 дней в неделю могут оказать первую медицинскую помощь. Но, к сожалению, вот эти все случаи, которые зафиксированы, они происходят в специально не отведенных местах. То есть там наших спасателей нет. Вот. Сіздерді жақында бір жігіт марапатталды, Айдос па, по-моему, екі бір бүлдіршінді құтқарып қалған. Енді менің сұрағым былайда, сіздерде аудандарда, по-моему, құтқарушы да, өрт сөндіруші де бәрі бір, солай ма? Өйткені мен өрт сөндіруші бетін жүргіземін. Сол кезде олармен сұхбаттасам да, мен сұраймын. Жаңатас қаласында болды бір жігіт, біз газетке шығардық, ол жаңағы качелядан бас қысылып қалған қызды құтқарып қалды. Мен сұрадым да, сіз кімсіз? Құтқарушысыз ба, жоғары өрт сөндірушісіз, негізі бөлек-бөлек болу керек емес па? Мәселен, қалада ол бөлек, өрт сөндіруге бөлек адам жауап береді, құтқаруға бөлек адам жауап береді деген сияқты. Аудандарда неге ондай? Мамандар тапшы ма? Енді мен сізге бұл мәселені барымша түсіндіруге тырысайын. Бізде енді қазір төтенше жағдайлар министрлігі, өздеріңіз білесіздер, бір жылдары қысқартылып, басқа ведомствоға бағынысты болды. Соған байланысты бізде штаттық өзгерістер өте көп жүріп отты. Соған байланысты біз қазір нақты бір адамға атқаратын міндеттерді өзгеруіне, штаттық орындар өзгеруіне байланысты біз әлі ол жүйеге нақты келе алмай отырмыз. Алайда қазір енді осы биыл бізде жоспарланып отыр. Бұл жерде аудандағы бөлімдерде қосымша құтқарушылардың бөлімшелерін, техникаларын жабдықтау және жаңа штаттық орындарды ашу мәселесі қарастырылуда. Жалпы негізі төтенше жағдайлар министрлігі, өздеріңіз білесіздер, бұл алғашқы өрт сөндіру бағыты бойынша жұмыс атқаратын мекеме болып ашылды ғой. Сонымен уақыттың талабы бойынша уақыт өте келе бізге қосымша құтқару функциялары беріліп отыр. Алайда енді бұл мәселелердің бәрі бір күнде болмаса, бір жылда шешілетін мәселе емес, бірталай қаражатты талап етеді. Соған байланысты болашақта менің ойымша әр ауданда, әр ауылда бізде құтқарушыларымыз да және өрт сөндірушілеріміз де әрқайсысы өзінің функциясымен атқаратындай болады деп сенемін. Рахмет. Екінші сұрағым, құтқарушылар мен өрт сөндірушілердің айлығы қанша пайызға көтерілді, біз естідік көтерілді деп. Ол бір жағы жақсы. Одан кейін аудандарда жалпы берці дейді, киімдер бәрімен қамтылған ба өрт сөндірушілер? Кейде естиміз, өткенде жиналыста акиматтарға айтылыпты осындай. Бәлкім орман шаруашылығына қатысты ма білмеймін, өрт сөндіруге шлепінсімен барып тұрды. Енді ондай оқиғалардың тіркелгені бойынша менде мәлімет жоқ. Алайда егер сіз төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерін нақты айтып өтіп отырсаңыз, онда бүгінгі таңда біздің төтенше жағдайлар департамент қызметкерлері толықтай жабдықталған, әсіресе киім, арнайы киіммен, оның ішінде аяқ киім, құтқару құралдарымен толық жабдықталған. Ол мүмкін бағана орман шаруашылығы қызметкерлері болуы мүмкін. Бірақ алайда менің білуімше орман шаруашылығының қызметкерлері де бүгінгі таңда қазір былтырлары орын алған
Абай облысындағы өрттен кейін қазір біздің министрлік бар, одан кейін орман шаруашылығы министрлігі бар. Бұл жұмысты қатаң қолға және бақылауға алып отыр. Енді сіздің айтып отқан шүліккімен келген деген мәселені біз білмейді екенбіз. Әріптестер, басқа да қосымша сауалдарыңыз болмаса, конференцияны тамамдаймыз. Құрметті спикерлер, алаңымызға келіп тақырып аясында толық ақпарат бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, тақырыпқа сай туындаған сауалдарыңыз болса, Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің әлеуметтік желідегі ресми парақшаларына немесе WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.